Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Қызы ата-анасына өзінің үйіне көшуді ұсынды. Өйткені олардың жасы 85-те. Ол жақын жерде тұрады. Отбасымен. Ана жерде оның 3 бөлмелі үйі бар. Есік алды, таза ауа. Ал қарттар жалғыз. Ол бұл тақырып туралы көп ойлады. Ойлары қобалжу туғызды. Ол мынаны ойлады: мен климаты жұмсақ жерде тұрамын. Көкөністердің барлық түрлері, жидектер, алма және алмұрт бар, ал олар миллиондаған халқы бар қалада. Әрбір сәбізді сатып алады. Бау-бақша маусымы басталар алдында жиналып, оларды көндіру үшін келді. Ал ата-анасы қалай өмір сүріп жүрсе, солай өмір сүреді. Ертеңгілікте кемпір шалына ботқа жасап береді. Бір кесе какао. Немесе шай мен шелпек. Содан кейін олар серуендеуге шығады. Баяу, ешқайда асықпайды. Бұрынғы әдетімен олар киосктан газет сатып алады. Үйге келіп кемпірі түскі асқа бірдеңе жылтады. Немесе жаңа ас дайындайды. Қария газетті ақтарады. Қарындаш пен кемпірін қызықтырады деген мақалалардың тұсына белгілер қояды. Содан кейін түскі ас. Демалыс. Күн осылай өтіп жатады. Кешке теледидардан көретін ештеңе болмаса, қария белгіленген мақалаларды әйеліне оқып береді. Әр мәтін талқыланады. Әсіресе жақсы көретін діни тақырыптар. Мұндай мақалалар газетте адамның тағдыры туралы. Олар біреудің несиемен қалай әуреге түскені, немесе біреудің алаяқтарға ұрынып баспанасынан айырылғаны туралы оқиды. Екеуі де Құдайдың оларға рақым еткеніне қуанады. Және бірге алаяқтарды сынға алады. Оларда ар-ұждан жоқ дейді. Олар ашуланады. Өмірлері тыныш және бірқалыпты. Кездейсоқ оқиғаларсыз. Әрине, бұл өте жақсы. Олар қызының көшу туралы өтінішіне шешімді түрде бас тартты. Мейлі жақын болсын. Жақсы, ауасы таза, алма болсын. Болсын. Оларға мұнда да жақсы. Алма көп жей алмайсың, ішің ауырады. Жарайды, мүмкін күніне біреу жер. Олар кешкі шай үстінде отыр. Дана қарттым жас емес қызына өмір жайлы айтып отыр. Ол өзінің қызына анасы екеуін түсінбейтінін айтады. Мүмкін кейінірек түсінетін шығар. Мектепте оқисың, демалысты күтесің. Училище немесе институтта диплом күтесің. Оқу ұнайды, сонда да дипломды күтесің. Жұмыста демалысты, жалақыны күтесің. Көптеген адамдар жұмысты ұнатпай. Күнімен үйге қайтуды күтеді. Ақша үнемдейсің, ананы-мынаны қашан сатып алуға болады деп күтесің. Күтесің. Тағы күтесің. Және үнемі әртүрлі тілектер жаныңды қинайды. Кейінге қалдырылған өмір. Адамдар зейнетке шығуды әйтеуір қалған өмірін сүру деп ойлайды. Мүлдем олай емес. Зейнетке шығу, өмір. Тек таза күйінде. Өйткені қалаулар басылған. Жойылған. Өмірден қуылған кез. Кейінірек түсінесің. Жас кезіңде емес. Зейнетте осы минутпен өмір сүресің. Осы сәттен қуаныш табасың. Егер ауырмасаң, әрине. Бұл қуанарлық. Қызы. Егер. Деп сұрағын аяқтамай қалды. Яғни біреуі алдымен өліп қалса ше. Сол кезде ше. Айтқысы келгені осы еді. Бірақ тосылып қалды. Ақылды қарттар түсінді. Әкесі. Не болса да көреміз. Неліктен қазір уайымдаймыз деді. Әзірге шелпек пісіріп какао ішеді. Және газетті дауыстап оқиды. Қызына бару ма? Не үшін? Өзін қонақ сияқты сезіну үшін бе? Біреуді мазалап қойдым ба деп қорқып жүру үшін бе? Қарт кісінің өктем үнімен. Түсінесің бе? Мен дәретханада 1 сағат болса да отыра аламын. Өйткені бұл менің дәретханам. Ал сенікінде мен мазасызданып кетем. Өйткені ол менің дәретханам емес. Түсіндің бе? Қызы жай ғана басын изеді. Ал бұл не? Бұл нағыз даналық. Қалған өмірін өткізу емес. Өмір сүру. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.